Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Салтбекқызы. Бүгінгі видеода фаршированный скумбрия балығын жасайтын боламыз, яғни фаршылаған скумбрия балығын жасаймыз. Ең алдымен керекті заттарды дайындап аламыз. Сәбіз қажет болады, және де осындай перец қажет болады, қызыл, және де пияз қажет болады. Мінекей барлығын қабығын ашып дайындап алдым. Енді видеода көріп тұрғандай барлығын турап шығатын боламыз. Туралған пиязымызды сковородкамызға майымызды құйып, үстіне салып, жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Одан кейін сәбізімізді осылай теркадан өткізетін боламыз. Және де біздің пиязымыз қуырылғаннан кейін үстіне фаршымызды саламыз. Оның үстіне осылай чесногымызды майдалап өткізіп қосатын боламыз. Және де оның үстіне сәбізімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Сәбізіміз, етіміз барлығы жақсылап қуырылғанша, осылай перецтерімізді осындай ұзынша қылып турап алатын боламыз. Дайындап қоямыз. Қызыл перецімізді турап, неге сәбізіміз жақсылап қуырылып жатыр, соның үстіне салатын боламыз. Және де жақсылап қуырып аламыз. Достар, фарш ортасына салатын салмасын өз қалауларыңыз бойынша таңдайтын боласыздар. Етпен де дайындауға болады, болмаса басқа да жаңағы кабачок сондайлармен де дайындауға болады. Дәл осы салма бірақ дәмді болып шығады. Неге скумбрия балығын осылай алдық, жан-жағында қанаттарын барлығын кесіп алып тастайтын боламыз. Яғни піскен кезде өте жаман көрінбес үшін. Және де төбесін дәл осындай мөлшерде біздің қайшымыз пышағымыздың көмегімен екі жағын жақсылап кесіп алатын боламыз. Яғни өте абай болып жасаңыздар, өйткені бізде білесіздер, скумбрия балығы өте нәзік, жұмсақ болып келеді. Сол себепті неге төбесін дәл осы видеода көріп тұрғандай ойып кесіп алатын боламыз. Өз қалаларыңызша кесесіздер, бұны жаңағы осылай кішірек қылып кесіп жатырмын, өйткені өте әдемі көріну үшін. Бұдан да жалпақтау етіп кесуге болады. Ортасын барлығын осылай кесіп аламыз да, ортасындағы біздің сүйектерін осы қайшының көмегімен екі жағын неге видеода көріп тұрғандай екі жағын кесіп алып, ортасындағы сүйегін шығарып алатын боламыз. Яғни сүйегін алып тастаймыз, және де ортасын осылай ойық қылып қоятын боламыз. Мінекей сүйегі шықты достар, және де ішіндегі біздің шек қарындарын осылай тазалап алып тастаймыз, және де жуып алатын боламыз. Достар, бізде скумбрия балығымыз кішкене мұздатылған, қаттылау болып тұру керек, өйткені біздің ортасындағы шек қарындарын алатын кезде былжырап, қап-қаралар шығып кетпес үшін осылай қатып тұрған жақсы. Мінекей фаршымызды осылай дайындап алдық. Қып-қызыл өте әдемі болып тұрып қуырылады. Яғни барлығы піскен фаршымыз. Осылай ішін жуып, салфеткамен сүртіп алдым, және де ішіне толтырып біздің фаршымызды салатын боламыз. Жан-жағына кіргізіп, алдыңғы жағына, артқы жағына, жанына кіргізіп, осылай нығыздап салып жібереміз. Үстіне қайтадан фарштарымыздың барлығын салып шығамыз. Бізде ортасы ойық, осындай өте әдемі фаршированный скумбрия шығатын болады, достар. Бұдан да қатты ойық қылуға да болады, ол кезде уже сіздердің балықтарыңыз жалпақтау болады. Балығымыздың жан-жағы ыдырап кетпес үшін осылай шиімізді тығып қоятын боламыз. Екі жағына тығып қоясыздар, және де мінекей осылай дайындап алып, пешімізге салып пісіріп алатын боламыз. Ең бетіне, фаршымыздың бетіне фольга осылай жауып қоясыздар, өйткені біздің фаршымыз қарай кетпес үшін. Және де қызып тұрған пеште 200 градуста пісіріп алатын боласыздар. Көзінің ағарғанын байқасаңыздар, біздің фаршированный балығымыз пісті деген сөз.
Неке осылай оттан алдық, өйткені бізде уже балықтарымыз пісіп дайын болды. 2-3 минут қалған уақытта осылай кішкене алып, неке қараңыздар, көзі осылай аппақ болып ағарып кеткен кезде пісті деген сөз. Және де тез піседі бізде балығымыз, білесіздер иә. Ең бетіне осындай моцарелла ірімшігін теркадан өткізіп қосатын боламыз. Және де пешке 2-3 минутқа салып алатын боламыз, яғни кішкене ерігенше. Және де осы біздің фаршированный балығымызды ыстықтай ұсынсаңыздар, өте керемет дәмді болып, сыры созылып, сондай керемет болып тұрады достар. Мінекей осылай көп қып өткізіп, пешімізге салып, пісіріп алатын боламыз. Неке достар, біздің фаршированный скумбрия балығымыз дайын болды. Өте тамды, сондай керемет, видін қараңыздар, қандай әдемі дастарханның көркін ашады. Дастарханға дәл осылай мен ұсынған бойынша ұсынсаңыздар да болады. Өте әдемі көрінеді. Неке өте дәмді, барлығына қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жай ғана қуырып қойғанша осылай өте оңай әрі тез дайындалатын әдіспен жасап қойсаңыздар болады достар. Сіздермен болған Майра Сауытбекқызы. Және де келесі видеода қандай видео салайын, астына комментарийге жаза кетіңіздер, мен міндетті түрде оқитын боламын. Ас болсын.